Аяулы менің әріптестерім, міне тағы бір оқу жылы аяқталды. Жыл өз ерекшелігімен есте қаларлықтай өтті. Мектеп ұстаздары көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындар мен алғыс хаттарға ие болды. Педагогикалық дебют байқауынан Қошқарбай Нұрболат Құдиярбекұлы 3-ші орын, тәлімгері Асанбекова Раушан Метербайқызы, тәлім алушы Мұхамедханова Альмира Мұратбекқызы болып, педагогикалық тандем байқауынан 3-ші орын алса, үздік заманауи сабақ сырттай байқауынан Ноғаева Зарида Рахатқызы 2-ші орын алды. Үздік әдістемелік бірлестік байқауынан тағы бір 3-ші орынды алған қоғамдық гуманитарлық пәндер бірлестігінің мұғалімдері Раушан Метербайқызы, Гүлсара Жетпісбайқызы, Меруерт Абайқызы және Альмира Мұратбекқызы аудан ұстаздарын өздерінің шығармашылық жұмысымен тәнті етті. Сол сияқты жыл мұғалімі байқауында Гүлсара Каринеева, үздік сынып жетекшісі байқауында Татьяна Евдокова, сондай-ақ педагогикалық идеялар фестивалінде Дёрова Марина Геннадьевна өз шеберліктерін көрсете білді. Оқу жылының басында Бехан Тазабеков жетекшілік ететін спорттық туризм үйірмесінің оқушылары биыл да облыс көлемінде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Әртүрлі спорттық жарыстардан облыстық деңгейде көрініп жүрген мектеп оқушыларының Нұрболат ағайларына айтар алғысы көп. Оқушылары пән олимпиадалары мен пәндік байқаулардан орын алып жүрген Жазира Төлекбайқызы, Алия Азнабайқызы, Раушан Метербайқызы, Лариса Викторовна, Ақмарал Ыбырайқызы, Ольга Викторовна, Меруерт Абайқызы, Альмира Мұратбекқызы, ал өнер байқауларынан шәкірттері жүлделі болып жүрген Темірболат Құрманбайұлы, Салтанат Мейрамбекқызы, Бибігүл Өмірзаққызы, Гүлзат Жұмағалиқызы сияқты ұстаздарымызды атап өтпеске болмайды. Биыл пән апталықтары ерекше мазмұнда оқушылардың есінде қаларлықтай және олардың белсене қатысуымен өткізілді. Тіпті дәстүрлі мерекелердің өзі де жаңаша мәнге ие болды. Алтын күз мерекесі, тұңғыш президент күні, ел тәуелсіздігіне арналған іс-шаралар, сондай-ақ жаңа жылдық мерекелер, аналар күніне арналған сынып сағаттары ерекше форматта, ерекше мазмұнда сән салтанатымен өткізілді. Осымен 2-ші мәрте ұйымдастырылып отырған мектеп күні мерекесі алуан түрлі қызықты іс-шараларымен оқушылардың есінде қала білді. Тәрбие жұмысы бойынша мектеп директорының орынбасары Нұрсұлу Қуанханқызының ұйымдастыруымен өткізілген Жетісу адалдық алаңы аясындағы іс-шаралар, сондай-ақ мен офлайн акциясы, суреттер мен шығармалар көрмесі оқушыларды әлеуметтенуге бағыттады. Қымбатты ұстаздар, сіздер қашықтықтан оқыту кезеңінде де педагогикалық құзыреттіліктің тамаша үлгісін көрсете білдіңіздер. Шәкірттеріңізге білім беріп қана қоймай, сіздер әр мерекеге, әр күнге балаларыңызбен бірге қуана білдіңіздер, оларды қолдай білдіңіздер. Facebook, Instagram парақшалары мен мектептің YouTube каналындағы жүздеген қаралым жинаған сынып сағаттарыңыз, сабақтарыңыз, мектеп психологы Бақытгүл Жанатбекқызының кеңестері, оқушыларыңыз бен өздеріңіздің сан алуан байқауларға қашықтан қатысып алған марапаттарыңыз соның айқын куәсі. Аяулы ұстаздар, оқу жылының аяқталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасына амандық, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге қуаныш тілеймін. Еңбек демалыстарыңыз жайлы өтсін. Жақсы көңілмен жаңа оқу жылында кездескенше. Қимай тұрмын